Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай донор жасаймыз. Дәмі өте керемет. Ең бірінші бізге осындай картошкамызды турап алып, соломкамен, сосын соломкамен тауық етін турап алу керек. Осылай жақсылап қуырамыз екеуін. Міне мен фри жасап алдым. Одан кейін тауықты қуырып алдым. Өздеріңіз дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады қуырған кезде. Бізге лаваш қажет. Лавашқа 1 қасық кетчуп, 1 қасық майонез қосасыздар. Осылай жақсылап жайып аласыз. Лаваш бойынша. Одан кейін алдын ала туралған қызанағыңызды өзіңізге қалай ұнайды ұсақтап турасаңыз болады. Мен бәрін соломка қылып алдым. Одан кейін қияр, пияз. Пиязды өзіңіз қосқыңыз келсе қоссаңыз болады. Пиязсыз да өте дәмді болып шығады. Одан кейін алдын ала қуырылған тауық етіңіз, фриіңіз. Осылай бәрін салып аласыз да. Орайсыз. Видеода көріп тұрғандағыдай. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта сіздермен жақсы рецепттермен және лайфхактармен бөлісетін боламын. Осылай оралғаныңызды грильницада болмаса мен сияқты табаңызда екі жағын аударып, қыздырып, осындай істеп аласыз. Қазір ортасынан бөліп көрсетем. Дәмі өте керемет, тойымды болып шықты. Өзіңізге ұнайтын приправалармен қолдансаңыз болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен Ақжан.